Құрметті көрермен, бүгін біз салмақты күрделі тақырыптардан сәл демалып, жеңіл әрі көңілді әңгімеден бастауды жөн көрдік. Бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы келін мен интернет, яғни көңілді отбасылық оқиға. Қаладан ауылға келін болып келген Ләззаттың ауылдағы өмірі туралы болмақ. Ләззат қалада туып өскен, цифрлы заманның қызы еді. Телефоны Wi-Fi ұстамаса, өмір тоқтап қалғандай күй кешетін. Ал ол бір күнде бәрін тастап ауылға келін болып түсті. Ауыл деген басқа әлем, тыныш, табиғат, құс, бірақ интернет жоқ. Той өткен соң ертесіне тұрып телефонын алып Wi-Fi іздеді. Бірақ қанша іздесе де Wi-Fi-дың сеті шықпады. Сол сәтте енесі шайға келе жатып, "Қарағым, әлгі Wi-Fi дегеніңді әкеп қосып берші. Әр бөлмеге түгел ғой. Телевизорда көрші Бәтимадам интернеті бар үйдің келіні мықты болады деп жатыр ғой", деді. Ләззат сәл жымиып, "Апа, Wi-Fi деген ондай қазан сияқты қоятын нәрсе емес қой, арнайы құрылғы керек", деп түсіндіре бастады. Бізде бәрі бар. Пешке қоясың ба, тоңазытқышқа қоясың ба? Айт, әкеп берейін", деп енесі шапшаң. "Жоқ, апа, ол сыммен қосылады. Операторға хабарласу керек", деп күлкісін әрең тыйды. Кешке қарай енесі шай қойып жатып, келіннен тағы сұрады. "Анау тик-так дегенің бар ма сенде?" "Тик-ток па, апа?" "Бар", деді келіні. "Сол арқылы менде ән салсам бола ма? Жұрттың бәрі видео салып атақты болып кетіп жатыр ғой. Мені де түсіріп алшы, жаңа көйлегімді киіп келейін", деп енесі айнаға қарап шашын түзеді. Ләззат еріксіз күліп, "Апа, сіз нағыз тик-ток жұлдызы болайын деп тұрсыз ғой", деді. Қызым, өмір бір-ақ рет беріледі. Жарқырап тұрып кетейік", дейді. Солай енесі мен келіні кешкі ас дайындап жүріп, бірге ән айтып тик-ток түсірді. Ертесіне бүкіл ауыл, Күлайша, сен бүкіл ел көріп жатыр ғой", деп енесіне жүгіріп келді. Енесі басын көтеріп, "Енді біздің келін заманауи ғой. Wi-Fi да қосады, тик-так та түсіреді. Мені де танымал қыл", деп мақтанып тұрды. Ләззат ішінен, "Енемен бірге Wi-Fi да қосылды, көңіл де қосылды", деді жымиып. Келесі күні таңертең Ләззат ас үйге кіріп келсе, енесі шай ішіп отырып телефонға қадалып отыр екен. "Апа, не қарап отырсыз? Қарағым, кеше маған бір оқырманым пікір қалдырыпты. Күлайша апа, сіздің даусыңыз Құралай ханымнан да жақсы", депті марқайып. "Енді мен стрим бастамай кім бастайды", деді телефонын тігін машинасының үстіне қойып, ал жақпысын киіп жатып. Ләззат күлкісін тыя алмай, "Апа, стримге не жасайсыз? Не жасағаныңыз? Ұлттық тағамдар аптасы деп бастаймын. Бүгін бауырсақ, ертең шелпек, аптаның соңына қарай суға түспей қалай жас көрінуге болады деп мастер-класстар өткізем. Не бопты?" Сол күні Күлайша апа стримді бастап жіберді. "Амансың ба қыздарым? Мен сендердің виртуалды енелеріңмін", деп күлімсіреп эфирге кірді. Ләззат камера алдында отырып күлкісін тия алмай отыр. Бірде көршісі Бәтима апа келіп қалды. "Күлайша, сені бүкіл ауыл көреді екен ғой. Мен де стрим бастаймын. Ертең мен қаттама пісіріп эфирге шығамын", деді. Келесі күні екеуінде жарыс басталды. Күлайша апа бауырсақпен шықса, Бәтима апа қаттамамен шықты. Кім көп лайк алады, сол жеңімпаз болады, деп шарт қойды. Ләззат екеуінің видеосын біріктіріп, "Ене vs ене ұлттық ас батылы" деп тақырыппен жариялады. 3 сағатта 20 мың қаралым. Енесі мәз. "Мен енді инфосыған болдым ба айналайын", деп көзілдірігін тағып керіліп отырды. Ләззат ішінен, тамақ пісіріп жүріп трендке айналатын осындай енені қайдан табам, деп жымиды. Күлайша апа бір күнде танымал болып кеткелі көрші көлемде тыныштық жоғалды. Бәтима апа инста бәліш парақшасын ашты. Мәри апа фейсбукта фитнес бастады. Ал Гүлнар апа ватсаптан мастер-класс өткізем деп топ ашып қойды. Бір күні бәрі Күлайша апаның үйіне жиналды. "Сенің стримингін қарасаң, бәрі бауырсақ үшін емес, сенің қалжың үшін кіріп жатыр ғой", деді. Менің табиғи харизмам сондай ғой", деп Күлайша апа иығын көтеріп жымиды. "Онда бір жарыс жасайық", деді Бәтима апа. "Кім бір аптаның ішінде көп реглайр жинаса, сол ауылдың блогері болады", деп шарт қойды. Ләззат тыңдап отырып, "Апа, бұл нағыз контент батыл ғой, кеттік сценарий жазамыз", деді. Келесі күні Күлайша апа мен Ләззат ене мен келін челленджі, бір күнде орамал, фэшн, шоу, тап осылай билейік, этно би батылы түсіріп тик-токқа салып бастады. Бір апта ішінде Күлайша апаның бауырсақпен билеу техникасы 45 мың қаралым, орамал мен дифле 63 мың қаралым, енемен бірге ет асу 80 мың қаралым жиналды. Бәтима апа Күлайша апаның ерлігін мойындады. "Күлайша, бүгіннен бастап мен сенің шынымен фанатың болдым ғой", деп күлді. Жоқ, біз бәріміз біргеміз, ауыл блогерлерімен біргеміз", деп Мәри апа қолын сермеді. Сол күннен бастап Ләззат пен Күлайша апа ауыл лайф деген ортақ парақша ашты. Апалар контент жасаушы, келіндер оператор әрі SMM маманы, көршілер басты кейіпкерлер болды. Күлайша апа әр видеоның соңында міндетті түрде айтып тұрады: "Жігіттер, лайк басыңдар, подписка жасаңдар, әйтпесе келінді тик-токтан шығарып жіберетін боламын", деп ұрсып қояды.
Ләззат бұрын интернетке қарап күлсе, қазір интернетті күлдіретін адамға айналды. Ал ауыл халқы кешке жиналып бәрі бір нәрсе талқылайды. Бүгін Күләйш апа тағы не түсірді екен деген сияқты. Бірақ бұл тек әзілдің соңы. Шынайы өмірде ене мен келін тату болса, күлкіде берекеде бірге жүреді. Әңгімеміздің қорытындысы келін мен ененің арасындағы татулық пен түсіністіктің жарқын көрінісі. Бірі заманауи, бірі дәстүрлі, бірақ ортақ тіл таба білді. Екеуінің арасында шынайы достық пен шынайы құрмет болса, технологияда ұрпақ айырмашылығы да кедергі бола алмайды. Күләйш апа мен Ләззаттың хикаясы әр отбасыға үлгі боларлық оқиға. Әзіл жарасқан ене мен келіннің шаңырағында жылулық бар, күлкі бар, береке бар. Өмірде бәрі өзгеру мүмкін, бірақ адамның біріне деген ықыласы мен ниеті өзгермесе, әр үйде бақыт орнайды. Осымен әңгімемізді аяқтаймыз. Әңгіме сүйгіш құрметті оқырманым, каналымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Келесі әңгімеде кездескенше.